Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен табиғи қыс мезгіліне таптырмас сусын, өрік және де апельсин қосылған дәмді компоттың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Ең алдымен пайдаланатын банкімізді және де қабықтарын 15 минуттан буға ұстап аламыз. Жақсылап жуып тазаланған өріктерімізді 801 келінің арасында банкілерімізге саламыз. 5-6 мм мөлшерінде дөңгелектеп кесілген, дәнінен тазартылған апельсиндерімізді 3 тілімден банкілерімізге салып шығамыз. Жалпызды қалауларыңызға қарай қоспасаңыздар да болады. Жалпызды қоссаңыздар мохитоның дәмін береді. Егер де қоспаған жағдайда апельсинді фантаның дәміне ұқсап шығады компоттарыңыз. Жалпыздарымызды салып алғаннан кейін 2 тілім лимоннан барлығына салып шығамыз. Қатты қайнап тұрған суымызды банкілеріміздің барлығына құйып шығамыз. Қайнаған суды құйғаннан кейін 25 минуттай қақпағын жауып, ауасы толығымен шыққанша күтеміз. 25 минут өткеннен кейін тегешімізге барлық ішіндегі суын құйып аламыз. Шыққан суда отта 20 минуттай қайнатамыз. Әр банкіге 300 граммнан қант қосамыз. Менде 3 литрлік банкілер, сондықтан 300 граммнан барлығына қосып шықтым. Егер де сізде 1 литрлік банкі болса, 100 грамм мөлшерінде есептеп қосасыз. Суымыз 20 минуттай отта тұрып қайнағаннан кейін банкілерімізге қайтадан құйып, аузын мықтап жабамыз. Ішіндегі қанты түбіне шөгіп қалмас үшін осылай видеодағыдай араластырамыз. Және араластыру барысында аузынан суы ағып тұр ма, жақсы жабылған ба бір тексереміз. Компоттарымызды теріс қаратып, одеяломен орап, толықтай суығанша қалдырамыз. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!